Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тез дайындалатын және дәмді болып шығатын алмадан жасалынатын десерттің рецептісін ұсынамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен бізге қатпарлы қамыр мен алма қажет. Алманы осылай домалақтап кесеміз де, және ортасынан насадка бар ғой, кондитерлік насадкамен ортасынан кесіп шығамыз. Немесе баклажкамен кессеңіздер де болады, болмаса баклажканың қақпағы болады, сонымен тесіп алсаңыздар болады. Бұл жерде алманың қабығын ашып жасасаңыздар да болады. Мен бірақ жасаған жоқпын, қабығын ашып, өйткені өзіме осылай ыңғайлы болды. Енді магазиннен сатып алынған дайын қатпарлы қамырымызды алып, жұқа етіп жаятын боламыз. Енді осылай ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Жалпақ қып кесеңіздер де, жіңішке қып кесеңіздер де болады. Алмаңыздың көлеміне қарай көресіздер. Енді осы кесіп алған қамырымызбен жаңағы алмамызды орап шығатын боламыз. Осы кесіп алған қамырларымыз жеткенінше барлығын осылай орап шығамыз. Осылай жасап болғандарын осылай бетін жауып қойыңыздар, өйткені қамырымыз қатып қалуы мүмкін. Енді осылай жұмыртқаның сарысын алып, араластырып ыдыстың ішінде бетіне жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Менде 30 минутта пісті. Сіздер пештеріңізге қарап қойыңыздар. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әр уақытта пісуі мүмкін. Мінекей достар, қараңыздар, әдемі болып қызарып пісіп шықты. Осылай астында қарайғандары болса, осылай пышақпен қырып алсаңыздар болады. Енді осыны үстіне жүзім салып, ортасына, сосын бетіне қант ұнтағын сеуіп, сәндеп шықтым. Сәндеу жағы өз еркілеріңізде. Мінекей достар, алма қосылып жасалынған десертіміз де дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Балаларымыз демалған кезде осыны жасап беруге кеңес беремін. Балаларыңыз түк қалдырмай жеп қояды. Өйткені қыздарым бірден ыстықтай кезде уже жартысын жеп қойды мына жерде. Сондықтан жасап беріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлайым.